Саламатсыздарбы, құрметті оқырмандар. Есімім Мұрат, математика пәнінің мұғалімі болып, бізде осы керемет есептің шешімін табудың бір әдісін үйретейін деп отырмын. Так, енді бұл әдісте мысалы мынандай негізінен көп есептерде 9 жалғасатын болса, оны біз оның 5 дәрежесі минус 1 деп жазуға болады. Яғни 99.999 емес, 100.000-нан 1-ді азайтуға тең ол нәрсе. Сол нәрсемен мына жерде квадратын жазуға болады. Және 10-ның 5 дәрежесі минус 1 бөлінген 10-ның 5 дәрежесі деп осындай формада жазуға болады. Енді осы формада жазғаннан кейін біз ыңғайлылық үшін 10-ның 5 дәрежесін мен қандай да бір а деген санға алмастырып алайын. Және өрнегіміз мына формада жазуға болады. 10-ның 5 дәрежесінің орнына а деген санды жазып тұрмын. Енді біз бұл жерде не істеуге болады? Қысқаша көбейту формуласын еске түсірейік, және мынандай бір формуланы пайдаланып кетуге болады. А квадрат плюс б квадрат дегеніміз а плюс б-ның квадратынан 2аб-ны азайтқанға тең. Енді а деп алып отырған саным менде 1, в деп алып отырған саным а минус 1-ге тең. Сол нәрсені жазайын. Менде сонда жаздым а плюс в-ның орнына мына сан, соның квадраты, мына жерде 2а-мыз, а дегеніміз мына в, осылай. Енді бұл жерде қарасақ, 1 мен минус 1 жойылып кетеді. Сол кезде өрнекті ықшамдасақ, бізде мына формада жазуға болады. А квадрат минус 2 көбейткен а минус 1 деген формада. Және үшінші тұрған мына санды енді түрлендірейік. Біз осы форма үшінші тұрған санға келтіру үшін маған мынандай қарапайым керемет бір тактиканы пайдаланып кетейік. А көбейту бөлу деген сөз. Мына тұрған санымыз, егер а мен аны жоятын болсақ, бәрі берілген сан шығады. Енді осындай түрлендіріп алдым. Енді еске түсірейік, бұл дегеніміз не болады? Қысқаша көбейту формуласы, яғни екі санның айырымының квадраты деген формулаға келеді. Енді а дегеніміздің орнында қысқаша көбейту формуласында а элемент тұр. В деген элементтің орнына а минус 1 бөлінген аны жазуым керек. Соны жазайын. Сол кезде бізде мынандай екі санның айырымының квадраты шықты. Квадратпен түбірді қысқартуға болады. Енді квадратпен түбірді қысқартайын. Және бізде а мен аны бөліп жіберетін болсам, бұл жерде 1 қалады. Және минус пен минус плюс береді. Сонымен осылай форманы өзгертуге болады. Енді а деген санымыз бастапқыда бізде 10-ның 5 дәрежесі еді, орнына қояйын. Содан 10-ның 5 дәрежесі минус 1 дегеніміз ол 99.999 және 1 бөлінген 10 дегеніміз осындай 100.000-нан 1 деген 99.999 бүтін 100.000-нан 1 деп жазуға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.